Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге миксерсіз өте оңай жасалатын торттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі енді өте керемет болып шығады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды және өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен бір жұмыртқамызды және де қантымызды салып аламыз да жақсылап сол бір жұмыртқа мен қантты біркелкі масса болғанша, яғни видеодағыдай ағарғанша жақсылап араластырамыз. Үстіне сүтімізді құйып тағы да араластырамыз және де сұйық майымызды құйып тағы да араластыратын боламыз. Төменге описание бөліміне толықтай рецептін қалдырамын. Ең соңында осылай ұнымызды салып жақсылап араластырып, ешқандай түйіршіктер қалмайтындай қылып араластырамыз. Ең соңында какаомызды қосамыз және де қопсытқышымызды бірге қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Өте оңай, үйдегі бар қарапайым заттардан жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәл видеодағыдай қоспа болуы қажет. Қоспамыз қатты қою немесе қатты сұйық болмауы керек. Мінекей менде осындай 20 сантиметрлік форма бар. Осыған қазір құятын боламыз. Формаңыздың ішін майлауды ұмытып кетпеңіз, және де 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 30 минутта пісіріп аламыз. Сонан кейін кремін дайындайтын боламыз. Осындай менде вареный сгущенка бар. Барлығын осы таза ыдысымызға салып аламыз. Және де мен ылғи да осы президентский қаймақтың 25%-ын қолданамын. Сіздерге де кеңес беремін. Өте керемет дәмді қаймақ. Торт жасайтын болсаңыз, міндетті түрде осы қаймақты қолданыңыз. Барлығын салып алғаннан кейін осындай вилканың көмегімен ешқандай миксердің де венчиктің де қажеті жоқ. Осылай араластырып біркелкі әдемі крем шығарамыз. Ал бізде коржықтарымыз пісті, өте әдемі болып көтерілген. Қараңыздар, осылай формадан босатып, жақсылап суытатын боламыз. Менде шамамен 25 минут пісті. Толықтай суығаннан кейін бетіндегі осылай томпай піскен жерін кесіп алатын боламыз. Бетіндегісін алып тастағаннан кейін астындағы коржығымызды тура 3 бөлікке бөлетін боламыз. Мінекей менде біріншісі және екіншісі және де үшіншісі өте керемет болып шығады. Енді кезекте тортымызды жинайтын боламыз. Бұл тортқа ешқандай да сироптың жағудың қажеті жоқ. Онсыз да коржықтарымыз өте жұп-жұмсақ болып шығады. Осылай дәл видеода көрсетілгенде коржықтарымызды жинап, лопатканың көмегімен кремімізді жағып, жиектеріне, барлық жеріне жағып шығамыз. Ешқандай да артық крем қалмайды. Осылай барлығын жағып шығасыздар. Ең соңында жаңағы қалған коржығымызды қолыңызбен үгітеміз де лопатканың көмегімен жиегіне және бетіне жағып шығатын боламыз. Осымен біздің тортымыз дайын. Егер менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта неше түрлі оңай әрі керемет болып шығатын рецепттермен бөлісетін боламын. Сол үшін менің каналыма тіркеліп алыңыз.